Елімізде сұйытылған мұнай газ жетіспейді. Алайда бұл тауар түрі биржада заңға сәйкес 100% сатылады деп көрсетілген. Бұл дегеніміз бағаға тікелей әсер етеді. Және соның салдарынан тапшылық туындауы мүмкін. Бірақ энергетика министрлігі 2030 жылға дейін проблема шешімін табады дейді. Өйткені жаңа мұнай газ өндіріс орындары іске қосылады. Аталған мәселе мәжілісте тауар биржалар туралы заңды талқылау барысында көтерілді. Бұл жөнінде толығырақ әріптесім Асылбек Тойбек жалғастырады. Қазіргі таңда елімізде 18 тауар биржасы бар. Оның көп болуы тауарлардың өтімділігін тежейді, баға реттелмейді, елдің энергетикалық қауіпсіздігіне де кері әсер етеді. Мәселен, тапшылыққа байланысты былтыр сұйытылған мұнай газдың экспортына тыйым салынды. Жақын арада түйткіл түйіні тарқатылады. Өйткені Қашағанда жылына 800 мың тонна, Қарашығанақта 700 мың тоннаға дейін сұйытылған мұнай газ өндіріледі. Бүгінгі заң жобасының аясында осы сұйытылған мұнай газын сату биржалық сауданы 2030 жылға дейін ұзартылды, шектеу ұзартылды. Енді осындай проблемаларды болдырмас үшін тауар биржаларын реттеу саясаты өзгереді. Ол микро және шағын бизнес санатынан шығарылады. Өйткені елдегі 9 тауар биржасының 8-і шағын кәсіпкерлік субъектісі. Олардағы бір жылдық ақша айналымы 2 триллион теңгеден асады. Ал бұл салық және кәсіпкерлік заңына қайшы, сондықтан салада мемлекеттік бақылау күшеймек. Қадағалау міндеті бәсекелестікті қорғау агенттігіне жүктеледі. В общем-то, усиление. Заң жобасы аясында сауда-саттықтың ашықтығын қамтамасыз ету үшін тауар биржалары қорытындыларды шығарғаннан кейін қатысушылар мен мәмілелер туралы ақпаратқа қатысты коммерциялық құпияны жария етуге міндетті болады. Бұл қазақстандық өндірушілердің ашық сауда құралдарына қол жеткізуіне мүмкіндік береді. Сонымен қатар брокерлер мен клирингті орталықтарды лицензиялау және оларды қаржы мониторингі субъектілері санатына қосу ескерілген. Ұсынылып отырған өзгертулер қабылданса, мемлекеттік сатып алу процесі жетіледі, әрі қазына қаржысы үнемделеді. Сондай-ақ бұл жүйе азық-түлік қауіпсіздігіне де әсер етеді. Сондықтан нормаға әлеуметтік маңызды тауарлар деген түсінік енгізілмек. Им будет установлен статус социально значимых товаров. Бұл статус енгізілгеннен кейін бағаның арзандауына әсер етеді деп ойлаймыз, және нарықты алыпсатарлардан арылтады. Өйткені биржа ашық жүргізілгенде барлық іс-әрекет тайға таңба басқандай көрініп тұрады. Заң жобасы мемлекет басшысының тауар биржаларының жұмыс істеуіне қолайлы жағдай жасау тапсырмасына сай әзірленген. Тиісті заңнамаға өзгертулер соңғы 5 жылда 3-ші рет енгізіліп отыр. Асылбек Тойбек, Нұрдәулет Қарабаев, Жібек жолы.